Алаяқтардың арбауына түсуге жол бермейік. Алаяқтық адамзатпен бірге жасасып келе жатқан қылмыс түрі. Қоғам дамыған сайын оның әдістері де жетіліп, бүгінгі күні ақпараттық технологиялардың таралуымен интернет алаяқтық кең етек жайды. Интернет арқылы адамдарды алдап, олардың ақшасы мен мүлкін иемдену жиі кездеседі. Құрманғазы аудандық сотының өндірісіне 2025 жылдың 6 айында алаяқтыққа байланысты 4 қылмыстық іс келіп түскен. Оның 3-еуі ер адамдарға қатысты болса, бір іс әйел адамға қатысты. Бұл қылмыстың ерекшелігі дәстүрлі әдістермен қатар интернет арқылы да жасалуы. Алаяқтар жасырын әрекет етіп, сенімге кіріп, парольдер мен құпия деректерді қолға түсіреді. Қазіргі уақытта кең таралған түрлері интернет дүкен алаяқтығы, фишинг, телефон және SMS арқылы алдау, интернет банкингке байланысты қылмыстар. Банктер қауіпсіз қызметтер ұсынып жатса да, алаяқтар оларды өз пайдасына жаратады. Әлеуметтік желілерде жалған жарнама, арзан тауарлар, ұтыс ойындары арқылы да халықты алдап арбап жүр. Сол себепті әр адам сақтық танытып, күмәнді хабарламалар мен ұсыныстарға сенбеуі керек. Фишингтен сақ болайық. Интернет алаяқтықтың бір түрі бұл фишинг. Бұл пайдаланушының жеке мәліметтерін, логин, пароль, жасырын алу тәсілі. Қаскөйлер танымал брендтердің не банктердің атынан жалған хаттар таратып, адамның сеніміне кіреді. Есте сақтайтын жайт, белгісіз мекен-жайдан келген хаттарды ашпау, сілтемелерге кірмеу, күмәнді хабарламаларды бірден өшіру қажет. Сонымен қатар вирусқа қарсы бағдарламаларды қолданған жөн. Банкте, құқық қорғау органдарда ешқашан телефон немесе мессенджер арқылы құпия деректерді сұрамайды. Егер мәселе туындаса, ресми бөлімшеге барып шешкен дұрыс. Өйткені телефон арқылы ондай мәселелер шешілмейді. Алаяқтарға алданбаңыздар.